Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында осындай дәмді үнді мантысын жасайтын боламыз. Міне осындай болып шықты менің мантым. Осындай сән десеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауыңызша. Алдымен мен ұнымды салып алдым. Оған кішкентай қасықпенен бір қасық тұз салып, бір жұмыртқа салдым. Жұмыртқа салмасаңыздар да болады, салсаңыздар да өздерің қалауларыңыз. Сосын салқындау суда қамыр илейтін боламыз. Орташа қылып илейміз қамырды. Оны кішкене қойып қоямын, салпаңа салып. 15 минут. 15 минуттен қайттан тағы бір кесіп, қайырып, тағы бір елеп, салпанға қойып қоямын салып. Наным тыңғанша мен салмасын дайындайтын боламын. Мына жерде менде қойдың еті. Бұны да өздеріңнің қалауларынша турайсыздар. Мен осындай көлемде турадым. Сәбізді теркадан өткіздім. Қолдан турасаңыздар да болады. Картошканы үлкендеу жағынан өткіздім. Пиязын көптеу қылдым. Қазанымызға сұйық май құйып, сұйық майымыз қызғансын. Етті қуырып аламыз бірінші. Тұз саламыз керегінше. Араластырып қуырып қоямыз. Қуырылып болғансын пияз саламыз үстіне. Пиязы қуырылып бастаған кезде томат саламыз. Оған енді сәбізіміз саламыз. Араластырамыз. Мен ащы бұрыш салмадым. Себебі осындай полуборке қызыл бұрыш саламын. Осында шығады. Оған енді жаңа дайындаған картошкамызды саламыз. Араластырамыз. Оған мен 200 граммдай су құйдым. Буланып жақсы пісіп тұрады. Қақпағын астын басып қойып қоямыз, жайлап қайнай береді. Бұл пісемен дегенше мына жақтан қамырымызды жайып дайындаймыз. Жұқалап жайып алып, үстіне сұйық май құйдым. Жағып орап, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кесе бересіз. Мен осылай кестім. Алып, ортасына салмасын салып, жегенге ыңғайлы қылып. Салып, манты қазанға бұлға пісіріп аламын мен. Тез-ақ піседі бұл. Манты қазанға пісіріп аламыз. Уже міне дайын болды. Орамананым. Ас болсын. Бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Менің каналыма тіркеліп қолдап жіберіңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рахмет.